Сәлем достар, бұл PHP курсының 7-ші сабағы. Бүгінгі біз сабақта массивтер туралы үйренеміз. Жалпы массив деп отқанымыз не ол? Сіздер оны ұзына бойлы тізіліп тұрған сандықтарды елестетсеңіздер болады. Болмаса жұмыртқаның лотоктарын елестетсеңіз болады. Яғни бірнеше орны бар бір тұтас элемент деп санасаңыздар болады. Ендеше бастап көрсетейін. Ол үшін жазып кеткен кодымызды өшіріп тастайық. Алдыңғы сабақтағы PHP басталатын белгісін салып кетеміз. Содан соң айнымалымызды бастап жазайық. Атын names деп қояйық. Яғни есімдер тең болады, тік жақша салып кетеді. Осының ішіне тырнақша салып кетеміз. Шын болады деп жазып кетейін. Өтір арқылы екінші элементті жазады. Мұхит деп жазайық. Үшіншісіне мағжан деп жазып кетейік. Өтір нүктеміз саламыз. Астына эхо деп шығарайық. Мысалы, бірінші есімді шығару үшін біз осы names'тің өзін қайта жазамыз шақыру арқылы. Содан соң тік жақша жазамыз. Осы тік жақшаның ішіне қай элементті шақырғым келіп отқанын жазам. Мұқият болыңыздар, PHP тілінде массивтер нөлден басталады. Жалпы көп бағдарламалау тілінде кез келген сан нөлден басталады. Сондықтан да мына шынболат деген элементіміз ол нөлінші элемент, мұхит деген бірінші элемент, ал мағжан деген екінші элемент болып саналады. Осы шынболат дегенді шығарғым келсе, мен 0 деп жазып кетемін. Содан соң өтір нүктені салам. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, міне шынболат деп шығып тұр. Енді мен мағжанды шығарғым келсе, онда қараңыз, міне 0, 1, 2, 2 деп жазып кетем. Сақтадым. Парақшаны жаңартам, міне мағжан деген шығып тұр. Дәл сол сияқты мұхитты шығарғым келсе, мен 1 деп жазам. Сақтадым. Парақшаны жаңартам, міне мұхит деген жазу шығып тұр. Жалпы массивте жалғыз стрингтерді ғана салып кетпей, мысалы мұхит дегеннің орнына мен санды жазып кете аламын. 100 деп қояйын. Сақтадым. Парақшаны жаңартып қарайтын болсам, осы жерде 100 деген сан шықты міне. Осылайша кез келген мәнді бере алатынын көрсетіп тұрмын. Мысалға, мағжан дегеннің орнына мен фамилиямды жазайын, Жақсыбаев деп. Содан соң, names'ке 0-ді дейін, содан кейін нүкте, оған пробелді қос деймін, тағы да нүкте, фамилиямды қос деймін. Ол үшін names'ті жазып кетемін, тік жақшалар 2 деп кетем. Қараңыздар, міне бірінші 0-ді ал деп тұрмын, мына шынболатты алады, осы жерге апарып қояды. Мен пробел қойып деп тұрмын, атта пробел қояды. Содан соң Жақсыбаев деген сал деп тұрмын, ол мына жерге апарып қояды. Астынан көрсететін болсам, міне бірінші шынболат дегенді жазады, сол 0 деген 0-ші элементті алып осы арқылы пробел салады, мына фамилиямды алады, апарып салып қояды. Шынболат Жақсыбаев деген сөз шығады экранға. Сақтаймын. Парақшаны жаңартам, міне шынболат Жақсыбаев деген шығып тұр. Жалпы массивтің ішіне айнымалымды салып қоюға, мына жерге мен Apple деп қояйын. Оларды 50 санын салып қоям. Олардың саны 50 болсын. Содан соң мына жерге 4-ші элементімізді саламыз, Apple деп. Но бағдарламалауда ол 3-ші элемент болып саналады. Эхоның ішіне өшіріп тастайын, 3-ші элемент деп қоям. Сақтадым. Парақшаны жаңартатын болсам, міне 50 деген сан шығып тұр. Осылайша массивтің ішіне біз айнымалын салдық. Жалпы мына екінші элементті өзгерткіміз келсе, біз ол үшін names'ті салып кетеміз. Тік жақшамен бірінші деп жазам. Себебі 0-ден басталады, ұмытып кетпесеңіздер. Тең болатын салам, оған мұхит деп жазып қоям. Қайттан манағы мұхит есімін қайтарып қояйық. Содан соң тексеріп қараймыз. Мына жерде echo деп, names 1 деп сақтадым. Парақшаны жаңартам, мұхит деген міне шығып тұр. Яғни біз осылайша кез келген массивтің элементін өзгерте аламыз. Тек осы жерде санын көрсету керек қайсысы екен. Жалпы осы массив түрін номерлік массив түрі деп айтылады. Екінші түрі бар, ол ассоциативті. Ол үшін 0, 1, 2, 3 деген жерлерін оларды кілті деп айтады. Сандар емес, стрингті берсек болады. Астына жазып кетейін. Мыналар қалай берсін, түсінікті болу үшін. Мына жерге мен қазір тағы да эхо салатын болсам, бірінің ішіне бірі жалғанбас үшін браузерде br тегін салып кетейін. Енді осының астына жазайын. Fruits дейін, яғни жеміс жидектер. Дәл осылай тік жақшаны салып кетем, тырнақшаны салам, Apple деймін. Осы жерде тең боладын салып кетемін, үлкен таңбасын салып, содан соң мәнін берем. Apple бізде 30 сан болсын. Өтір арқылы екінші элементті саламыз, банана деп жазайын. Оған біз 23 дейік. Бір жеміс жидекті салып кетейік, cherry дейік. Бұған 10 сан бере салайық. Мына жерде сыймай қалдым, мынаны жылжытып қояйын. Енді бірінші элементті қалай аламын мен? Мысалға, fruits 0 деп жазатын болсам, онда қате шығады, себебі онда элемент жоқ бұл массивте. Бірақ та мен Apple деп жазатын болсам, онда ол шығатын болады қатесіз. Міне Apple деп жазып қойдым, өтір нүктемді салдым, сақтадым. Парақшаны жаңартам, міне 30 сан шығып тұр. Яғни мына бірінші элементімізді ол алып тұр. Егер де мен екінші элементті алғым келсе, онда банана деп жазам. Банана. Сақтадым. Парақшаны жаңартам, міне 23 сан шығып тұр. Осылайша мен кез келген элементін ала бере алам. Тек мына массивке қарағанда оның айырмашылығы, бұларда кілті бар. Бұларды кілт деп айтады. Мына Apple, Banana, Cherry деген жазу. Ал мыналар мәні болып саналады.
Жалпы массивтер әдемі көріну үшін жаңа жолмен жазылады. Мысалға, мында сандармен жазылатын массивте міндетті емес, ал кілті бар массивтерде әдетте жаңа жолдармен жазады осылай. Өйткені оңай оқылады. Жалпы массивтің ішіне де массивті салуға болады. Мысалы, осы names'ті апарып мен cherry'дің ішіне салып қоямын. Енді осы fruits'ті жалпы шығару үшін массив қалай көрініп тұрғанын echo'ның орнына var dump деген нәрсе бар. Кез келген айнымалы түрін көрсете алады. Бізде массив болған соң ол барлығын көрсетеді. Fruits'ті жаздым, сақтадым. Парақшаны жаңартсам, не шығып тұр? Бізде 3 массивтен тұратын деп. Бұл әдемі көріну үшін мен оң жақты басып page source дегенді басам. Сіздерде исходный код деп тұр мүмкін. Міне array деп жазып тұр. Apple тұр ішінде, banana, cherry. Cherry'дің ішінде тағы да массив тұр дейді. 4 элементі бар. Міне 0, 1, 2, 3 деп жазып тұр. Осы мен массив сабағын аяқтадым. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.